Саламатсыздар ма, менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгінгі біз сұхбаттасатын тұлғамыз Гүлнара ханым. Садху терапиясын оқып, қазіргі таңда сол арқылы табыс тауып, өзі жетістікке жетіп отқан тұлғаны таныстырғым келеді. Гүлнара ханым, өзіңіз туралы, біліміңіз туралы айтып өтсеңіз. Саламатсыз ба? Мен аты жөнім Гүлнара ханым болады. Осы садху терапиямен айналысқаныма 2 жылдай болды. Бұны жалпы бұл осы Қазақстанға келгелі бұл 4 жылдай болды. 4 жылдай болып, қазір Қазақстан бұны жақсы актуальный ненің бірі болып жатыр. Енді қазір бұл садху терапияға мен қазір өзім осы Құлсары қаласында айналысып жатырмын. Жақсы адамдар енді келіп жатыр, енді барлығы пока біле қойған жоқ. Құлсарының бәрі, но бірақ жақсы нәтижемен шығып, өздері ризашылықтарын білдіріп жатыр адамдар. Бұны неше қолданады? Бұны көптеген адамдар қазір кризисте жүр, стресте жүр, уайым, біз қазақ болғасын уайымымыз көп қойынды. Соның бәріне садху терапияға тұру арқылы, шегеге тұру арқылы, сол блоктардың бәрін снимать етіп, уже миға жақсы сигнал, жақсы эмоция береді. Өмірге деген көзқарасы жеңілдетеді. Сондай көз жанары жанады. Өмірдің деген уже қандай керемет екенін уже сезінеді. Осыған тұрып, осындай процедураны қолданған адамдар. Көптеген маған келетін адамдар жаңағы мана семьясымен келіспей жатады, я болмаса бизнес үйлеспей жатады, я болмаса жұмысында бір проблемалар болып жатады. Соның бәрі мына миға толып қалады, негатив болып. Соны енді ашу арқылы, жаңағы садхуға тұру арқылы олар сондай жеңілдікке ие болады. Сондықтан бұл садху терапиясы өте керемет, жақсы. Кез келген адамға ұсына аламын. Енді бұған тұру қалай дейсіз ғой, бұған тұрғанда адам деген өзі морально дайындалып келу керек. Мен осыған тұра аламын. Аяқ асты болмайды. Аяқ асты болмайды. Сосын бұл терапия деген, жалпы деген бұл кез келген адам тұра алмайды. Бұның өзінің противопоказаниясы бар. Мысалы, эпилепсиямен ауыратындар, давлениесі көтеріңкі ауыратындар, операциядан шыққан адамдарға бұны қолдануға болмайды. Жүкті әйелдерге? Жүкті әйелге де болмайды тұруға. Енді уже бала емізіп жүрген әйелге болады да, бірақ жүкті кезінде тұруға болмайды. Бұл да енді өз алдына өзінің қиыншылықтары, қанша дегенмен тұрам деп келгенмен тұра алмай түсіп кетіп жатқандар да болады бұнда. Дайындалып келгенмен, мысалы морально қатты дайындалып келгенмен, кейбірде осыған тұрады да, тұра алмай қалатындар болады. Енді біз адамды осынша зорламаймыз, сен осыған қалайда тұруың керек, өзі қаншалықты тұра алады, соншалықты тұрады осы шеге терапиясына. Кейбір адамдар өздерін оқшалап, кәдімгі қамшылайды, жоқ менде қанша тұрам деген адамдар, мен солай өзінің ең бірінші тұрардың алдында жаттығу жасап, кішкене денені нетіп аламыз, шынықтырып, дайындап, уже морально оларға кішкене обучение беріп, денесін шынықтырып, жаттығу жасап, содан кейін барып, адам уже полный дайын болған кезде біз уже шеге терапиясын тұрғызамыз адамдарды. Сосын тұрғаннан кейін, уже болғаннан кейін, мен өзі массажын жасап, кушеткеге жатқызып, массажын жасап, уже аяғына массажын беріп, кішкене уже одан сайын жеңілдетіп, кішкене ризашылығын білсін деп, мен тағы жеңілдетіп, оны сөйтіп, сондай процедурасын беріп жіберемін, соны қосып. Сол енді жалпы адамдар енді қазір үйреніп жатыр, кейбіреулер қызығушылықпен сұрайды, бұл қалай болады деп. Кейбіреулер жаңағы әдейі мен осыны таба алмай жүредім, осы Атырауда басқа жақта бар еді, именно ол жақта бар екен білген жоқпын деп, әдейі өздері дайындалып келген адамдар, олар енді ұзақ тұрады. Ұзақ тұрады ондай адамдар. Жалпы ұзақтығы қанша? Ұзақтығы енді ең көп дегенде 30-40 минут дей тұрған жақсы. 40 минут,
кейбіреулер даже 1 сағаттай да тұрып жатады. Иә, кейбіреулер кәдімгі осыған деген үйреніп, уже мен жоқ, мен тұра беремін, осыдан кейін жақсы болдым деп, бәрі де мына миға беретін сигнал арқылы ғой. Адам деген өз-өзіне внушение жасау керек қой, мен осылай тұра аламын, мен осыны жасағанда күшті болып кетемін деп адам өз-өзіне сигнал берсе, өзі миына көмек берсе, сол кезде ғана адам өзінің жетістігіне жетеді. Бұл жерден тұрғаны тек қана жаңағы негатив, тек қана стресс снимать етеді, бұл етеді емес, бұл еще жаңағы неге Табандарға. Иә, табанның өзінің жалпы адам организмде 72 тамыр бар ғой. Бұл қаншалықты табанға тұрса да, табанды қанатпайды. Бір жақсысы. Главное, ыңғайлы тұрып алса, табанды қанатпайды. Біздің табанымыз қатты ғой. Сондықтан бұл деген қанатпайды табанды. Сосын қанатпайды да, сол арқылы бұған тұра береді уже адамдар. Қанатпағасында, нетпегесінде. Сосын бұған деген уже салмақ ең кем дегенде енді 120 келіден артық салмақ жоқ деп ойлаймын. 120 келіге дейін көтеріле алады бұл. Иә, қанша адам тұрса да, салмағы 120 келіден аспау керек енді. Ондай адам жоқ. Иә, ондай адам жоқ. Ондай адам болмай-ақ қойсын деп тілейік. Иә, 120 деген 120 келідей адамға болады уже қолдануға. Гүлнара ханым, сізге тағы сұрағым бар. Сіз қайдан білген алдыңыз осы сатху туралы? Бұл сатху туралы жалпы мен өзі массажбен, жаңағы хиджамамен сондаймен айналысам. Сосын бұл да енді кішкене соған жақындау екен. Салалар жақын болған. Салалар жақын. Бұған да жаңағы не сатху болғанмен, бұған да сатхудан кейін мен уже массажын жасап тұрмын. Бұл да массаждың бір түрі, былай қарасаң енді. Аяққа манағы сатхуға тұрғасын жерде, ол табанға тұрғасын жерде, ол да бір массаж сияқты болып көрінеді. Сосын бұны да қосымша оқып алайын деген өзім ойым болды. Қай қалада? Мен деген өзім Алматы қаласында оқыдым. Бір өмір деген учебный центр бар. Сол жерде білікті жақсы мамандар бар. Баяғыдан үйретіп, сол өздерінің шәкірттері жақсы білім алып, содан манағы клиенттер жақсы нәтижелі болғандықтан мен осыны сол кісіден оқиын деп өзім ұйғардым. Сол кісіден оқып, енді ары қарай жұмысымды жалғастырып жатырмын. Жақсы. Мысалға бізде енді қазір енді келе жатыр ғой. Бұл вообще қаяқтан бастапқы несінің тарихы қаяқтан шыққан? Бастапқы тарихы бұл негізі Үндістаннан шыққан. Үндістаннан мына осы сатху несін, шеге тақтасын сояқтан негізі бұл шыққан Үндістаннан. Сосын сояқтан біздің елге келген, 4 жыл бұрын келген. Сол 4 жыл бұрын келіп, содан енді біздің Қазақстанда қазір өте жаңағы, қалай айтсам болады, актуальный болып жатыр қазір. Мына өзінің специальный несі бар, тақтайшасы, сол орталықтан алдыңыз да? Өздері солай жасап? Өздері бұны негізі қолдан да жасап шығарыватқандар бар. Біздер әдейі өздерінің нелерінен алдық. Мамандарынан өтіп мынада жарақат алып қалған адамдар бар ма? Жоқ, жарақат алған адамдар жоқ. Бұдан себебі айтып отырмын ғой, бұл табанымыз бізді қатты, қаншалықты тұра алмаймын десе де табаны қанамайды бұдан. Сосын біздер өзіміз уже нені алғаннан кейін, жаңағы процедураны алғаннан кейін өзіміз де қосымша уже ары қарай массажын жасап, кішкене табанын құттай жеңілдетіп, әйтеуір кісі айту бекер тұрдым-ау деген мана оймен кетпесін деп, соған сондай әрекет жасап отырамыз. Жалпы мидың жұмысымен байланысты ғой? Мидың жұмысымен байланысты. Миға сигнал береді, миға позитив береді. Мен енді ары қарай, менен осы сатху терапиясын алып, ары қарай, менен уже ары қарай деген көзім ашылды, өмірге деген көзқарасым өзгерді деп айтып жатқан адамдар көп. Мысалы, мына оқу қымбат па? Осы оқу шамамен қанша? Енді ол бір шамамен, мен жалпы өзім 150 мыңға оқыдым. Негізі, енді былай оның бер жағындағы оқытып жатқандар да бар, арзанда оқытатын. Мен өзім 150 мың оқыдым. Мына ағаша отдельно, яғни басқа бөлек сатылады. Оқудың ішіне кірмейді. Яғни кез келген адам, бірақ
қандай да бір көмектесе алатын адам бастау керек қой, бұл саланы. иә. Кез келген адам бастаса нәтижеге апармауы да мүмкін, Мүмкін, апармауы да мүмкін. Біріншіден адам, бұған тұрғызған адам біріншіден өзі психолог болған дұрыс. Психолог болып, келген адамға, келген клиентке жақсы мотивация беріп, жақсы жолға салып, миына жақсы сигнал беріп, морально адамды дайындау үшін бұны бір жақсы психолог негізі қолға алған дұрыс деп ойлаймын өзім. Енді бұнымен енді осымен жұмыс жасаймын, осы менің жұмысыма керек деген адам өзімен өзі келіп тұрған клиентіне қалай болғанда да көмектесу арқылы сол мотивациясын беріп, психологический көмек беріп отыр. Түсінікті. Гүлнара ханым, маған айтасыз осы сіздің клиенттеріңіздің арасынан өзінің эмоциясымен жарқын, сіздің есіңізде қалған бар ма сондай адамдар? Менің есімде қалған бір ханым болды. Ол келіншек, жаңағы жолдасымен, өзінің 4 баласы бар, жолдасымен ажырасып кетті. Маған өте қиын. Сол себептен мен осыған тұрып кішкене өзім немді ашқым келеді деп бір келіншек жылап келген болатын. Сол осы тақтаға тұрғаннан жылады, содан өз-өзін қамшылап, 40 минуттай тұрды, сол 40 минут бойы жылап шықты. Эмоциясын барлығын шығарды. Сосын менің өзімнің парызым, уже клиент менен шыққаннан кейін, мен міндетті түрде онымен хабарласып сөйлесіп отырамын. Қалай болдың, не болдың, қандай әсер алдың деп. Кері байланыс жасап отырасыз, Кері байланыс жасап отырамын. Сол кезде ол келіншек айтқаны өте керемет жақсы әсерлі болды. Қазір өзімді жем ұстап отырмын. Жұмыста да өзімді нетіп отырдым деп өзі сондай әңгіме айтатын болатын маған. Стресстен, яғни шығала. Стресстен шықтым деген сондай не айтты. Пікір дейсіз ғой, сондай пікір айтты. Стресстен шықтым, қазір жақсы болдым. Өте керемет, кәдімгідей 4 баламды қалай бағам деп өзім сондай уайымға неге түсіп кетіп едім деп жаңа күйзеліске. Сондай адамдар болып тұрады дейсіз, әсер етеді. Мынандай қорқынышы жиналмай тұрмай кеткен адамдар жоқ, ондай адамдар болған жоқ. Олар енді осознанно, яғни саналы түрде келеді. Жалпы саналы өздері келген уақытта өздерінің әсері жетіспей жатқан жағдайда мен бірінші олармен әңгімелесіп аламын. Кішкене мотивация беріп, олар дайындап аламын. Ол дайындықтан бөлек мен еще жаттығу жасаймыз денеге. Түгел денеге жаттығу жасаймыз. Полный соның бәріне дайын болғаннан кейін барып біз уже сатқу терапиясына, сатқу тақтасына тұрғызамын. Полный дайын болғасын. Сразу келе сала мен ешкімді тұрғызбаймын. Себебі ол келеді, келгеннен кейін адамдар уже кейбір адамдар болады, мен маған тұра алмаймын деп. Өздерінің қорқынышын білдіріп отырады. Сондай әңгіме болмау үшін, уже келдім деп оқталып келген үшін мен манағыдай әңгімелесем кішкене. Шамамен сатқу терапиясы қанша теңге тұрады? Бір сеансы? Бір сеансы бұл негізі 10 000 теңге тұрады. Мысалға тұрғысы келген, мысалы, неше алған жақсы, неше курс алған жақсы мысалға? Оны неше курс алған жақсы деп біз айта алмаймыз. Әркім өзінің манағы қалай сезінеді, қалай қабылдайды, соған байланысты. Мүмкін біреуінен күшті болып кетуі мүмкін, біреуінен де күшті болып кетуі мүмкін. 10 сеансқа жететін адамдар болады. Болады, кейбіреулер кәдімгі осы маған күшті ұнады, мен тағы барып алсам екен деп қызығушылық танытқандар болады. Бірақ сіздер осындай курс аласыңдар, осындай не аласыңдар деп біздер өтіп міндеттемейміз. Өзінің сана сезіміне, өзінің миының қабілетіне қарай алады. Түсінікті. Енді тағы да бір менің осы үнемі YouTube жүргізіп жатқандағы бір өте жақсы көретін тұсым, сізден бір мотивациялық әңгіме деймін ғой. Менің оқырмандарыма күшті бір кеңесіңізді айтып өтсеңіз, позитивный пікіріңіз.
енді кеңес болғанда бұл қазір енді қазіргі заман талабына сай заманауи қазір дамып келе жатқан осы сатқу терапиясы деп ойлаймын өзім. Себебі қазір адамдар бұны іздеп жүргендерді адамдар көп. Көптеген адамдар біздер таба алмадық, біреу арқылы таптық, я болмаса атыраудан алып жүредім деп жүрген адамдар бар. Сондықтан бұл қазір Құлсарыда да бар, қазір Қазақстанның өзі дамып жатыр, Құлсарыда да бар бұл. Сондықтан алып өздеріңе манағы кішкене өзімнің көзімді ашам, өмірге немді өзгертем дейтін болса, любой адам келіп алуларына болады. Нәтижелі кетпеген адам болған жоқ. Бәрі нәтижемен кәдімгі өзінің ризашылықтарын білдіріп, жақсы уже әңгімесі келгенде жылап келсе, кеткенде уже көтеріңкі, көңіл күймен жаңағы уже ары қарай сұхбаттасып, жаңағы пікірлесіп отырған кезде уже қуанышты манағы немен сөйлейді да уже. Қуанышты, жеңілдікпен кәдімгі уже даусынан белгілі болады адамның. Сондай адамды өзгертеді. Керемет. Сатқу терапиясы сөйтіп адамды өзгертеді. Рахмет көп сізге. Осындай Сізге де сұхбат рахмет. беріп, осындай сала сатқу терапиясы бар екенін өзіңіздің тәжірибеңізбен және біліміңізбен бөлісіп жатқаныңызға алғыс айтамыз. Сіздерге де рахмет. Құрметті YouTube каналдың көрермендері, тіркеліңіздер, міндетті түрде тіркеліп, бізді үнемі қараңыздар, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Егер де осы аймақтан болсаңыз, сатқуға келіп көрем, өмірімді өзгертем деген пікір келіп жатса, хабарласыңыз Гүлнар ханымға. Құлсары қаласында орналасқанбыз. Яғни нөмірін қалдырып кетсем, байланысқа шығуларыңызға болады. Ал менің арнамның дамуы үшін сіздердің тіркелулеріңіз бен қаралымдарыңыз маңызды. Рахмет көп сіздерге, менімен болғандарыңызға.